Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді сочный бургер әзірлейтін боламыз. Бургерге арналған булочканы, котлетті және де жасау жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге сүт, жылы су, жұмыртқа, дрожжи, қант, тұз және де сары май, ерекшеліктерге ұн керек. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымыз бен сүтімізді салып, үстіне тұз, қант қосып, дрожжимізді қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Ерітілген сары майымызды салып, және де електен өткізілген ұнымызды салып, өте жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Сол иленген қамырымызды жылы жерге 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Міне менің қамырым тынып, 1 сағатта осылай көтеріліп шықты. Енді бұны бөліктерге бөліп, булочка әзірлейтін боламыз. Формасын келтіретін боламыз. Әрбір булочканың граммын өлшеп алдым. Бір булочканың бір қамыры 100 грамм болды. Осылай форма жасап, дөңгелектеп, формамызға орналастырып алатын боламыз. Міне әрбір булочкамызды осылай дөңгелектеп формамызға орналастырып алдым. Бетін жауып, 15 минутқа көтерілуге қойып қойдым. 15 минуттан кейін бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырып, булочкаларымызға жағып шығатын боламын. Үстіне әсемдігі үшін кунжут септім. Өз қалауларыңыз бойынша мак сепсеңіздер де болады. Міне осылай қызып тұрған духовкада пісіріп алдым. Міне біздің булочкамыз керемет, өте әдемі болып шығып көтерілген. Енді котлеттеріне кірсеміз, менде мұнда сиырдың тартылған еті, дәміне қарай тұз қосып, фарш салып, жақсылап қолымызбен мыжғылап аламыз. Котлеттеріміз біркелкі шашылмау үшін осылай ұрып алатын боламыз. Енді котлеттерімізді осылай формаға келтіретін боламыз. Алақанымыздан кішкене үлкенірек болу керек. Осылай біркелкі домалатып, форма жасап алатын боламыз. Менде осы тартылған еттен 5 дана котлет шықты. Достар, қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне котлеттерімді дайындап алдым. Енді қызып тұрған майға котлеттерімізді екі жағынан ауната отырып, пісіріп алатын боламыз баяу отта. Котлеттерімізді дайындап алғаннан кейін булочкамызды ортасынан сем бөліп, осылай қызып тұрған табаға қызартып алатын боламыз. Енді ыдысымызға бір ас қасық кетчуп, бір ас қасық майонез қосып, жақсылап біркелкі араластырып алсаңыз болады. Қалауыңызға қарай горчица қоссаңыз болады. Мен қоспадым, біздікілер ұнатпағандықтан. Енді булочкамызға жаңағы дайын болған соусымызды жағып аламыз. Жағылған соусымыздың үстіне салат жапырағын салып, оның үстіне котлетімізді, қызанағымызды және де тұздалған қиярымызды салып шығатын боламыз. Оның үстіне осындай бургерге арналған сырымызды салып, екінші жақ булочкамызға соусымызды жағып, осылай бургерімізді дайындап аламыз. Келесіде тағы да соға қайталап шығатын боламыз. Енді басқаша әдісін көрсетейін сіздерге. Булочкамызға соусымызды жағып, оның үстіне салат жапырағын, котлет салып, одан кейін сырымызды қойып, үстіне помидорымызды және де тұздалған қиярымызды қойып, булочкамызға соусымызды жағып, бургеріміздің үстіне орналастыратын боламыз. Міне біздің бургеріміз дайын. Енді бургеріміз өз формасын ұстау үшін осылай таяқшаларымызды тереп қоятын боламыз. Міне біздің сочный бургеріміз дайын. Жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.